Сәлеметсіздер ме балалар? Сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Оқулығымызды алып, 39 бетті ашамыз. Сабақтың тақырыбы мектеп ауласына саяхат. Ыл дыбысы мен әріпі. Ойын, сөз ойла, тез ойла. Топтық жарыс, н әрпінен басталатын сөздерді тез айту. Ал енді балалар, н әрпі дауыссыз дыбыс, кедергімен айтылады. Н әрпінен қандай сөз басталады? Найзағай, өте дұрыс. Найзағай деген сөзде н әрпі сөздің басында кездеседі. Келесі, нар. Нар деген сөзде н әрпі сөздің басында кездеседі. Жақсы балалар, біз сіздермен өткен сабақты қайталадық. Енді балалар, жаңылпаш айтып үйренеміз. Лаула, алау, лаула, ауласын, аула. Қане балалар, бірге қайталайық. Лаула, алау, лаула, ауласын, аула. Ал енді балалар, жаңа сөз естідік. Қандай сөз? Лаула деген сөзді естідік. Лаула деген сөзде бірінші қандай дыбысты естідік? Бірінші ыл дыбысын естідік. Ыл дыбысы кедергімен айтылады, яғни ыл дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады. Онда бүгінгі танысатын әрпіміз ыл дыбысы мен әріпі. Сабақтың мақсаты ыл дыбысы мен әрпімен танысу, ыл дыбысы бар сөздерді ойлап табу, дауысты дауыссыз дыбыстарды бір-бірінен ажырату, жазуға дағдыландыру, ойын арқылы тілдерін, ой-өрістерін, сөздік қорын, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Өз ойларын еркін жеткізе білуге тәрбиелеу. Ал енді балалар, ыл дыбысының жазбаша және баспа түрі. Балалар, қандай жануарды көріп тұрмыз? Үй жануары лақ. Лақ деген сөзде ыл дыбысы сөздің басында кездесіп тұр. Ал енді балалар, бәріміз бірге оқиық. Ал, ала, ла, алаң, ала, доп, ал. Қане, бірге қайталайық. Ал, ала, ла, алаң, ала, доп, ал. Енді балалар, суреттердің көмегімен ауладан ыл әрпін табайық. Түлкі сөзінде ыл әрпі қай жерде кездесіп тұр? Түлкі сөзінде ыл әрпі сөздің ортасында кездесіп тұр екен. Балапан, үй құсы. Балапан сөзінде ыл дыбысы сөздің ортасында кездесіп тұр екен. Ал енді балалар, балапан сөзін буынға бөлейікші. Балапан. 3 буын екен. Келесі суретте гүл. Гүл сөзінде ыл дыбысы сөздің аяғында кездесіп тұр. Гүл сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп бар екен. Келесі бал. Бал деген денсаулыққа пайдалы, өзі тәтті. Бал сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп тұр екен. Бал сөзінде ыл дыбысы сөздің соңында кездесіп тұр екен. Енді балалар, ойланамыз және табамыз. Лақ. Лақ сөзінде 3 дыбыс, 3 әріп бар. Лашын құсы, лимон. Балалар, өзіміз дыбыстық талдау жасап көрейікші. Ал енді балалар, лала гүл. Лала гүлін буынға бөлейік. Ла гүл. 3 буын екен балалар. Ал енді балалар, өткенді қайталайық.
әріп дегеніміз не? Әріп дегенді көреміз және жазамыз. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты құлақпен естиміз. Дыбыс нешеге бөлінеді? Дауысты және дауыссыз. Дыбыстан не құралады? Дыбыстан буын құралады. Буыннан сөздер құралады. Сөздерден сөйлем құралады. Сөйлемнен мәтін құралады екен. Ал енді балалар, осымен сауат ашу сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.